Ораза ұстауға да санаулы күндер қалды. Ораза ұстауға таярмыз ба? Ораза ұстайтылар, оразаңыз қабыл болсын. Ораза ұстау үшін күшлі денсаулық керек. Денсаулығың болмаса, ораза ұстай алмайсың. Демек, денсаулықты біз жақсылауымыз үшін не қылуымыз керек? Бас ауырса, аяқ ауырса, бел ауырса, сізде давление болса, артроз болса, грижа болса, шене остеохондроз, лицевой неврит болса, яғни үш жақлы нервлар аязласа, демек сіз массажға келің. Массаж сізге не береді? Ішкі энергияңызды береді, стрессті жақсылайды, қан айлану системамыз жақсылағаннан кейін организм кислородпен тойынады. Басқа кислород жетіп барғаннан кейін, денеге кислород жетіп барғаннан кейін сізде тоқтаусыз бас ауру қалады, ұйқысыздық қалады, ұйқысыздық қалғаннан стресс қалады. Демек, массаж сізге ішкі рухи қатыржамлықты, дененің тынышлығын, рухи тынышлықты береді. Демек, рухың тыныш болса, денең тыныш болса, денеміз аурудан, шаршаудан, стресслардан құтылса, сіз әрқайын оразаны қиналмай өткересіз. Демек, Алла Тағалам дұрыс оразан кезінде жәрдем береді. Алла Тағалам айтқан, сақланғанды сақлайман деген. Сол үшін, құрметті замандастар, біз денсаулығымызды жақсылайық, ітібарсыз болмайық.